Сәлем достар, біз бүгін Дастан сериалындағы Алпағы ханның рөлін сомдаған Сәлім Байрақтар туралы айтамыз. Баяғыша лайкты басып, пікірді жазып, каналға тіркеліп бізді қуантып қойыңыздар. Сәлім Байрақтар 1975 жылы 17 маусымда Ирак Республикасының Киркук қаласында өмірге келген. Балалық шағы осы қалада өткен Байрақтар Түркияға 12 жасында көшіп келген. Ол түрік, осман, күрд, араб және ағылшын тілдерін еркін меңгерген. Театрға қатты қызығушылық танытқан Сәлім Байрақтар Хажытепе университетінің театр бөліміне түсіп, бакалавр дәрежесін алды. Университетті аяқтағасын әрі цирк өнерінің тәжірибесі мол актер алдымен Диярбакыр мемлекеттік театрында, одан кейін Анталия мемлекеттік театрында талай қойылымдар қойды. 2006 жылы Көпірі телехикаясында Ердал есімді кейіпкердің рөлін сомдады. 2009 жылы Бұлт болсам телехикаясында Махмуд Пашаның образына өмір сыйлады. Осылайша түрік көрермендері арасында танымалдылыққа ие болды. Қазақ көрермендері арасында танымалдылыққа ие болып, рекордты көрсеткішке ие болған Сүлеймен Сұлтан сериалында Халид Эргенч, Селма Эргеч, Мәрием Үзел, Небахат Чехре, Окан Жалабық есімді актерлармен иық тіресіп жұмыс жасады. Бұл сериалда Сәлім Сүмбіл аға рөлімен көптің есінде қалды. 2014 жылы Ашық сана симылар фильмде Айқұттың рөлін сомдады. Сәлім Байрақтар 2014 жылы Садри Алышық Анадолу театрының арнайы марапаты ең үздік ер адам рөлі жүлдесін алды. 2005 жылы Бектер Байрақтарға үйленді. Актер сериалдармен қатар 20-дан астам фильмдерге түсті. Осылайша жанкүйерлерін талай рет қуантты. 2021 жылы ЭТВ арнасы түсірген Дастан тарихи сериалында Сәлім Байрақтар Алпағы ханның рөлін сомдады. Бұл сериал қазақ тілінде көрсетілгендіктен қазақ көрермендерінің жүрегінен жол тапты. Ақпарат ұнаса әдеттегідей лайк басуды, пікір жазуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.